Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп отқаныма өте қатты қуаныштымын. Сіздермен бірге бүгін дәл осындай жилет тоқитын боламыз. Бұл жилет 1 жастағы балаға арналған. Көріп тұрсаңыздар, узордың өзі әдемі, және де созылады. Балаға кигенде ыңғайлы әрі жылы. Байқап тұрсаңыздар, қалың болып тоқылады. Бұл бізде теріс жақ беті. Сіздерге қазір оң жақ бетінен көрсетемін. Оң жақ беті өте әдемі, көрдіңіздер ма? Узорының өзі ерекше әрі қалың болып түседі. Баланың кеудесіне жылы болып тұрады. Ең бастысы, менімен бірге соңына дейін тоқыңыздар. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Өздеріңіздің балдарыңызға осындай әдемі дүниені тоқып, өз қолдарыңызбен кигізсеңіздер, бұның өзі бір ерекше дүние. Менде қандай жіп кетті? Менде Ализе шекерімнің беби деген кремі, кешіріңіздер, жібі. 100 грамм, 320 метр. Өте жақсы детский жіп. Жіптің өзінің толщинасын көріп тұрсыздар. Ондай қатты бір жұқада емес, қатты қалыңда емес. Жақсы жіп. Және де мен қасына осындай сары жіптен қостым. Яғни осы Ализенің жібі. Қалған жіп менде бұл. Дәл осы жіпті қостым. Бұл узорды, яғни әдемілік үшін. Сіздер тек бір жіппен де тоқысаңыздар болады. Маған, яғни бұл жіптен осы бір маток, және де тағы бір матогын алдым. Екі маток жіп кетті. Екі матоктың өзінде де менде екінші жіптің тек азғантай бөлігі ғана кетті. Қалғаны қалды. Қалған жіпті де пайдалансаңыздар болады. Енді мендегі крючоктың номері 3-ші номерлі крючок. Осы 3-пен тоқыдым түгел. Так, енді сіздерге бұның мен қазір ұзындығын көрсетейін. Примерно ұзындығы қанша болды? Так, ұзындығы бізде 33. Енді әркімнің қолы әрқалай жүреді. Сізде мүмкін кең болып шығуы мүмкін. Мүмкін кішкене тарлау болуы мүмкін. Қатты тығыздап тоқымайсыздар. Енді қатты бетіп тоқып керек емес. Өзіңіздің қолыңызға ыңғайлы етіп тоқисыздар. Так, бізде ені 26. 26 болды. Осындай болып шығады. 1 жастағы балаңызға, даже 10 айлық балаңызға, 11 айлық балаңызға осылайынан тоқысаңыздар, жақсы болып тұрады. Ешқандай қиындығы жоқ. Менімен бірге соңына дейін тоқыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Сіздер бұдан да көп сабақ түсіргенін қаласаңыздар, мен міндетті түрде толтырып сабақтарды түсіріп, жұма сайын осындай видеолар шығарып тұрамын. Әрине, сіздер белсенді болсаңыздар. Достарыңызға жіберуді де ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, YouTube каналыма тіркеліңіздер. Ендеше біз кеттік. Так, ендеше біз ең алдымен жібімізді осылай қолымызға орап аламыз, X-тап. Кейін мына астыңғы жіпті шығарамыз да осылайынан. Так, бірінші тор көзімізді шығарамыз. Енді біз 60 тор көзін шығаруымыз керек. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дәл осылайынан 60 тор көзін шығарасыздар. Біз 60 тор көзін шығардық. Енді біз яғни 1, 2, 3, 4-шісін тастап кетеміз да, келесі тұрған 5-шісіне крючокты кіргіземіз. Яғни 1, 2, 3, 4-шісін тастаймыз. 5-шісіне жіпті іліп аламыз да, крючокты кіргізіп, так, осылайынан баған істейміз.
тағы да келесі тұрған тор көзге кіргізіп тағы да дәл осындай баған істейміз. Келесі тұрған тор көзге кіргіземіз да тағы да осындай баған істейміз. Яғни біз бұл бағанды осы тор көздеріміз аяқталғанша істеп шығамыз. Так. Мінекей. Яғни дәл осылайынан мына соңына дейін түгел істейсіздер. Мінекей, мен түгел бағандарды жүргіздім. Яғни менде барлығы мына басынан бастап санағанда 57 баған шықты. Соңын істедім. Мінекей, енді бір үрмелі шар аламын да, кері қарай аударамын да, бірден жіпке крючокқа жібімді іліп аламын да, дәл осы бірінші тұрған тор көзге кіргізіп, бір бағанды шығарып аламын. Мінекей, бірінші баған шықты бізде. Енді бірден да келесі тұрған бағаннан бедерлі баған шығарамыз. Яғни мінекей ортасына крючокты кіргіземіз да, осылайынан жіпті іліп алып шығамыз да, жіпті кішкене ұзартамыз, себебі бедерлі баған болғаннан кейін жіпті бетіп қысып алуға болмайды. Яғни орталары андай тар болып шығып кетеді да, сондықтан да кішкене жіпті ұзартып аламыз да. Яғни бір бедерлі бағанды істедік. Енді келесі тұрған екі тор көзден екі баған шығарамыз. Бірінші баған, келесі тұрған тор көзден екінші баған. Енді тағы да үшінші тұрған бағаннан бедерлі баған шығарамыз. Яғни бір бедерлі баған шығарамыз. Тағы да келесі тұрған екі тор көзден екі баған шығарамыз. Біреу, екеу. Тағы да келесі тұрған үшінші бағаннан бір бедерлі баған шығарамыз. Тағы да келесі тұрған екі тор көзден екі баған шығарамыз. Біреу, келесі екеу. Келесі үшінші тұрған бағаннан, яғни бедерлі баған шығарамыз. Тағы да тағы да бір көрсетіп жіберейін. Келесі тұрған бағаннан, тор көзден екі баған шығарамыз. Біреу, екеу. Келесі тұрған бағаннан, үшінші тұрған бағаннан бедерлі баған шығарамыз. Дәл осылайынан соңына дейін істеңіздер. Мен соңына дейін тоқыдым. Яғни біз бір бедерлі баған алдық соңында. Енді мұнда бағана біз үш тор көзін алдық. Соның үшінші тұрған тор көзіне крючокты кіргізіп, бұл жерден кәдімгідей бір бағанды шығарамыз. Енді біз яғни бедерлі бағандардың үстінен санап шығамыз. Қанша бедерлі баған шықты бізде. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 бедерлі баған шықты. Енді бір үрмелі шарды аламыз да кері айналдырамыз. Сіздерге бұл жіптен анық көрінбеуі мүмкін енді, бірақ өздеріңіз былай камерадан бөлек қараған кезде міндетті түрде көрінеді узордың өзі қандай екені. Яғни бізде дейтін мұнда уже екі бедерлі баған шығып тұрны бері қарай тоқылған. Яғни көріп тұрсыздар ғой, біз бағана жай ғана екі баған алдық.
сол баған мінекей артынан қарағанда уже бедерлі екі бағанымыз шығып тұр, көрдіңіздер ме? Ал мына бедерлі баған уже мына артынан қарағанда кәдімгі баған сияқты болып тұр. Яғни біз крючокқа жібімізді іліп аламыз да мына бірінші тұрған торкөзге кіргізіп өзіміздің бірінші бағанымызды шығарып аламыз. Енді мінекей келесі тұрған баған, яғни артында ол бедерлі баған болып тұр. Дәл сол бағанға крючокты кіргізіп бір баған шығарамыз. Мінекей енді артынан қарағанда кәдімгі екі баған шықты ғой, бағана бізден тор көзінің үстінен алғанда екі баған болды. Бұл бізде артынан қарағанда уже екі бедерлі баған сияқты болып тұр. Яғни біз бұл жерде міндетті түрде екі бедерлі баған аламыз. Мінекей крючокты кіргіземіз да ортасынан. Так, біреу, келесінен енді екеу аламыз. Так, енді тағы да мінекей бір ғана тор көз тұр ғой, яғни бұл жерден бір бедерлі баған аламыз. Так, келесі тұрған екі бедерлі бағаннан, яғни екі бедерлі баған шығарамыз. Біреу, келесі екеу. Енді мына мінекей келесі бір баған тұр ғой, яғни бір бағанның үстінен, яғни мінекей тор көзінің үстіне осылай кіргіземіз де бір бағанды шығарамыз. Келесі тұрған екі неден тағы да екі бедерлі баған шығарамыз. Біреу, мінекей, келесі екеу. Тағы да мінекей келесі тұрған тор көзден бір бедерлі баған шығарамыз. Ой, бір баған шығарамыз тек. Кешіріңіздер, келесі екеуінен екі бедерлі баған шығарамыз. Біреу, мінекей, екеу. Мінекей, көріпсіздер ме? Дәл осылайынан соңына дейін тоқыңыздар. Мінекей, көріп тұрсаңыздар, мен соңына келдім, яғни соңында екі бедерлі бағанды алдым. Енді келесі тұрған екі тор көзге екі баған шығарамын, кіргіздім. Яғни мінекей бірінші тұрған тор көзден бір баған шығарамын. Келесі тұрған тор көзден екінші бағанды шығарамын. Енді бір үрмелі шар аламын да кері қарай айналдырамын. Мінекей, енді кері қарай, яғни біз мына тұрған тор көзден, яғни бір бағанды шығарамыз. Енді бұл кері қарай көріп тұрсыздар, яғни мінекей бір бедерлі баған, екі баған, бір бедерлі баған, екі баған. Яғни дәл солай тоқып шығамыз. Мінекей бір бедерлі баған аламыз. Келесі тұрған екі тор көзден, яғни екі баған шығарамыз. Біреу, келесі екеу. Келесі тұрған тор көзден мінекей бедерлі баған шығарамыз, яғни келесі тұрған тор көздерден екі баған шығарамыз. Келесі тұрған тор көзден, яғни бедерлі баған шығарамыз. Келесі тұрған тор көздерден екі баған шығарамыз. Тағы да мінекей келесі тұрған тор көзден, яғни мінекей бедерлі бағаннан тағы да бір бедерлі баған шығарамыз. Мінекей біздің узорымыз әдемі шығып келе жатыр, байқадыңыздар ма? Дәл осылайынан тағы да мына соңына дейін тоқисыздар. Келесі қатарды тағы да қалай тоқу керектігін айтатын боламын. Мінекей мен тоқыдым, соңына келдім, яғни мінекей бұнда біз бір бедерлі бағанды алдық, екі тор көзден екі баған шығардық. Енді мұнда мінекей келесі тұрған бедерлі бағанды аламыз. Мінекей
бір бедерлі бағанды алдық. Енді мұнда келесі тұрған тор көзге крючокты кіргіземіз да бір баған шығарамыз. Мінекей, көрдіңіздер ме? Узор қандай әдемі шығып жатыр. Арты, мінекей, артындағы узор осындай, алдыңғы узоры осындай. Енді бір үрмелі шар аламыз. Тағы да кері айналдырамыз. Так, енді біз бұл жерде дәл бағанағыдай бірінші мына тұрған жерден, яғни екі баған жүргіземіз, екі тор көзден. Мінекей, бірінші баған, келесі екінші бағанды жүргіземіз. Енді міне артында бағана бізде мінекей жай ғана артында, міне алдында жай ғана баған жүргізілді ғой. Бұл енді артынан қарағанда бедерлі баған болып тұр. Енді біз бұл жерде міндетті түрде мінекей ортасынан кіргізіп бедерлі баған аламыз, яғни екі бедерлі баған аламыз. Біреу, келесі мінекей ортасынан өткіземіз, екеу, екінші бедерлі баған. Келесі тұрған тор көзге кіргізіп, енді бір бедерлі баған аламыз, бір баған аламыз. Жай ғана бір бағанды аламыз тек. Яғни бұл бізде алдынан қарағанда, мінекей, бұл біздің бедерлі бағанымыз. Келесі тұрған екі бағаннан, яғни екі бедерлі баған шығарамыз. Мінекей, біреу, келесі екеу. Енді бір баған шығарамыз. Келесі тұрған жерінен енді екі бедерлі баған шығарамыз. Біреу, екеу, тағы да бір баған шығарамыз. Келесінен тағы да екі баған шығарамыз. Так. Біреу, мінекей, екеу. Тағы да мінекей бір баған шығарамыз да, келесінен енді екі бедерлі баған шығарамыз. Мінекей. Енді біз дәл осылайынан осы узорды үлкен етіп тоқимыз, яғни өзіңізге керек көлемге дейін. Менде мысалы мінекей біреу, екеу, екі узор шықты ғой. Енді арғалай үшеу, төртеу деп мен примерно 10 узорын тоқып шығамын. Соған дейін тоқыңыздар. Так, мінекей мен тоқып болдым. Яғни, так, мен 10 узорды істеген жоқпын, потому что ол өте кішкентай болып қалады. Сондықтан мен қазір сіздермен бірге санаймыз, қанша узор істедім. Так, мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Міне мынау 14-ші узорымыз келе жатқан. Так, енді біз бұл жерде енді басқаша істейтін боламыз. Так, ең алдымен мінекей жіпті осылай крючогымызға кіргізіп аламыз. Так, мында бірінші тұрған тор көзге крючокты кіргізіп, жіпті іліп аламыз да осылай біріктіреміз. Келесі тұрған кешірім өтінемін, бұл жерден емес, мінекей. Мына бірінші тұрған жерге крючокты кіргізіп осылай біріктіреміз. Келесі тұрған жерден тағы да осылайынан біріктіреміз. Енді мінекей мына жерде біз крючокқа жібімізді іліп аламыз да,
Бірінші осы екі тор көзден өткіземіз. Так, тағы да крючокқа жібімізді іліп аламыз да. Іліп аламыз да. Так, мұнда мына бедерлі баған тұр ғой. Бірақ біз бұл бедерлі бағанды алмаймыз. Бірде мына үстіндегі тор көзге крючокты кіргізіп, жіпті іліп аламыз да, бірінші екеуінен өткіземіз. Енді біз осы үшеуінен жіпті өткізіп біріктіреміз. Енді мұнда мінекей екі баған тұр, яғни екі бағанды аламыз. Біреу, екеу. Келесі бізде тұрған бедерлі бағанның өзін аламыз. Так, енді келесі бізде мінекей екеуі, екі баған. Келесі бізде мінекей бедерлі баған. Бағанағыдай дәл осылайынан енді мына жерге дейін тоқимыз тек. Осы соңына дейін тоқимыз. Так, мінекей мен соңына дейін тоқыдым. Енді так, мында мінекей санасақ 1, 2, 3, 4, 5 не қалды? Тор көзі қалды. Біз енді бағанағыдай мұнда біз мында шетін істедік қой, біріктіріп мына жерін енді дәл солай істейтін боламыз. Яғни мінекей так, бедерлі бағанды алмаймыз, яғни біз бедерлі бағанның үстіндегі тор көзден аламыз. Мінекей біреу өткізбейміз. Тағы да келесі тор көзден баған аламыз, екеуінен өткіземіз де. Мінекей енді біз үш жіпті бірге осылай біріктіреміз. Енді бір тор көзін аламыз да кері қарай аударамыз. Енді бұл жерде бір тор көзін аламыз. Бір тор көзін аламыз. Келесі енді бізде мінекей екі бедерлі баған. Яғни әрі қарай бағанағыдай істей бересіздер. Енді бір баған аламыз. Келесі екі бедерлі баған аламыз. Келесі бір баған аламыз. Дәл осылайынан мына соңына дейін жалғастырасыздар. Мінекей мен соңына келдім. Яғни мінекей бір бағанды алдым, екі бедерлі бағанды алдым. Енді біз мұнда мына шеті тұр ғой, соған крючокты кіргізіп, мінекей осылайынан бір баған шығарамыз. Енді бір үрмелі шараламыз да кері қарай аударып қараймыз. Так, мінекей бізде қолының екі жаны жайлап шықты, байқасаңыздар. Енді біз яғни ортасын белгілеп алуымыз керек. Себебі біз мына жилеттің қолдың, яғни мына жағасын былайынан қолдарын тоқитын боламыз. Ең алдымен санап алайық. Так, мінекей жерден бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мінекей 15 бедерлі баған бар. Біз яғни ортасын алатын боламыз. Маркермен ортасын белгілейміз. Яғни мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне біздің ортаңғы бөлік осы 8. Маркермен белгіледік. Яғни 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Аяқта да солай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді біз келесі қатарды тоқимыз. Так, енді неге? Дәл осы жерден бір баған шығарамыз. Так, мына жерде бізде екі баған шығару керек, яғни біреу, келесі екеу. Енді міне бір бедерлі баған шығарамыз. Келесі екі бағанды шығарамыз. Так. Так, келесі міне екінші бағанды шығарамыз. Так, келесі бір бедерлі бағанды шығарамыз. Осылайынан, так, мына жерге дейін тоқимыз. Так, неге біз мына жерге дейін тоқыдық. Енді бізде екі тор көзі қалды ғой. Сол жерде, яғни біз біріктіретін боламыз. Неге крючокты кіргізіп жіпті іліп аламыз да, бірінші екеуінен өткіземіз. Тағы да келесі тұрған тор көзге крючокты кіргізіп жіпті іліп аламыз да. Тағы да тек екеуінен өткіземіз. Енді біз мына үшеуінен жіпті өткіземіз. Неге бірікті? Бір үрмелі шар аламыз да, кері қарай аударамыз. Так, біз кері қарай аударған кезде, так, мына тұрған жерден емес, бірден мына келесі тұрған жерге крючокты кіргізіп, осылай бір бағанды шығарамыз. Келесі бізде енді бедерлі баған тоқитын боламыз. Біреу, екеу. Так, келесі енді бір бағанды тоқимыз. Келесі екі бедерлі, кешіріңіздер. Мына келесі тұрған бір бағанды тоқимыз. Келесі бізде екі бағанды тоқимыз. Бедерлі баған тоқимыз екі. Дәл осылайынан осы соңына дейін істейсіздер. Так, неге біз соңына дейін тоқыдық. Соңында, яғни екі бедерлі бағанды алдық та, сосын жерден бір нені алдық. Бір бағанды алдық. Енді біз бір үрмелі шар аламыз. Кері қарай аударамыз. Так, енді мұнда біз үш баған аламыз, яғни мінекей. Біріншісі, біреу, келесі екіншісі, келесі үшіншісі. Енді мұнда бедерлі бағанды аламыз біреуін. Келесі тұрған екі бағанды тоқимыз. Енді келесі тұрған тағы да бедерлі бағанды аламыз. Дәл осылайынан мына соңына дейін тоқылесіздер. Так, сосын келесі соңын тағы көрсетем, қалай тоқу керектігін. Мінекей біз бір бедерлі бағанды алдық, бір бағанды алдық. Енді келесі екеуін, яғни біріктіріп тоқитын боламыз. Мінекей біріншісін өткіздік. Келесі тұрған тор көзден келесі мына екіншісін өткіземіз де. Енді осылардың бәрін бірге біріктіреміз. Енді бір үрмелі шар аламыз.
бір өрмелі шар аламыз да кері қарай аударып, яғни біз мұнда бірінші тұрғаннан алмаймыз. Бұл жерде енді бірден біреуін тұрған бедерлі бағанды аламыз, яғни мінекей. Келесі міне бір бағанды аламыз. Енді мұнда екі бедерлі бағанды аламыз. Біреу, екеу. Келесі тұрған бір бағанды аламыз. Дәл осылайынан мына соңына дейін жалғастырасыздар. Мінекей, яғни алдынан қарасаңыздар, біздің жидетіміздің алды осылайынан қисайып шығуы керек. Яғни алдыңғы бөлігі. Мінекей, соңын көрсетіп жіберейін. Соңында да үш, яғни екі бедерлі бағанды алдық та үшіншісін баған етіп алдық. Бір үрмелі шар аламыз да бағанағыдай дәл осылай астында қалай тоқыдық, мінекей дәл солайынан мына шетіне дейін тоқисыздар. Мына жерде тағы да қалай істеу керектігін көрсетемін. Мінекей, біз соңына келдік. Соңында екі бағанды алдық. Енді бізде мұнда екі тор көзі қалды. Сол жерден, яғни манағыдай біріктіретін боламыз. Бірінші бағанды аламыз, аяқтамаймыз. Екінші бағанды аламыз, аяқтамаймыз. Енді осы үшеуін бірге біріктіреміз. Мінекей, бір үрмелі шар аламыз да. Так, енді бұл жерде да біріншінен алмаймыз біздер. Бірінші бағанды бірден екі бедерлі бағанды алып кетеміз. Біреу, екеу. Келесі тұрған бағанды аламыз. Келесі тағы да екі бедерлі бағанды аламыз да тағы да дәл осылай айналдырып тоқимыз. Мінекей, біз соңына келдік. Соңына тағы да мінекей бір бедерлі бағанды алдық та келесі тұрған екі бағанды, яғни аяқтамай осылай бірінші өткізіп аламыз. Біреу, келесі енді екіншісін өткіземіз. Мінекей, енді осы үшеуін бірге біріктіріп өткіземіз. Енді бір үрмелі шар аламыз да тағы да бағанағыдай қайталаймыз. Мінекей, бұл жерде біріншісін алмаймыз. Біріншісін алмаймыз да, мінекей бір бағанды аламыз да екі бедерлі бағанды өткіземіз. Әрі қарай осылай жалғастырып, қысқартып, яғни қалай қысқарттық, дәл солай істей бересіздер. Яғни бізде мұндай үстіңгі тор көзінен санағанда бізде 11 тор көзі қалу керек. Соған дейін тоқисыздар. Мінекей, мен айналдырып былайынан тағы да тоқып шықтым. Міне тағы да сіздерге көрсетіп жіберейін. Міне соңына келдім. Яғни соңында мінекей бір баған, бір бедерлі баған тұр ғой. Сол жерден, яғни аяқтамай аламыз. Мінекей, бірінші бағанды аламыз. Келесі екінші тұрған бедерлі бағанның үстінен алып, осылай аяқтамаймыз. Екеуін бірге біріктіріп өткізіп жібереміз да тағы да бір үрмелі шар алып, мінекей дәл осылайына тағы айналдырып тоқисыздар. Қысқартатын жер болса тағы да осылай қысқартып істейсіздер. Яғни әріне де бүйтіп айналып келгесін қысқартасыздар, тағы да айналдырып келесіздер, тағы қысқартасыздар. Яғни бағанағыдай айтқандай үстінен санағанда бізде 11 тор көзі қалу керек жоғарыда. Соған дейін қысқартып осылай істейсіздер. Мінекей, біз соңына дейін тоқыдық. Тағы да соңын көрсетіп жіберейін. Соңын қалай іліп алғанымды. Яғни мінекей бір бедерлі бағанды алдым да мұнда тұрған бір бағанға крючокты кіргізіп осылайынан біріктіріп аламын. Келесі тұрған бағаннан тағы да екіншісін осылай біріктіріп аламын. Енді екеуін бірге біріктіремін. Үш жіпті бірге біріктірдім да. Енді бір үрмелі шар аламын да. Енді дәл осы 11 тор көзін осылай бағанағыдай тоқып шығамыз. Мінекей, біреу. Ол кезде міне бірінші тұрғаннан ала береміз. Келесі екінші бағанды тоқимыз. Келесі мінекей, үшінші бедерлі бағанды тоқимыз. Келесі бағанды тоқимыз. Тағы да мінекей келесі баған тоқимыз. Тағы да бедерлі баған алып, дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Міндетті түрде санап шығыңыздар. 11 болуы керек.
қателесіп жатсаңыздар қайтадан чөгітіп қайтадан істеңіздер, бәрібір осылайынан 11 тор көзі шығады үстінен санағанда. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осылайынан осы жерге дейін тоқисыздар да, сосын ұзындау жіп алып қалыңыздар, ұзынырақ қылып алып қалыңыздар да, содан кейін барып кесіңіздер. Ұзын жіп қалу керек. Кейін келесі мына жағын енді тоқитын боламыз. Так, мінекей қыздар, мен тоқыдым. Яғни міне 11 тор көзі шықты. Яғни санайық, мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 тор көзі шықты. Бір үрмелі шар алдында бірден осылайынан қысып, мінекей ұзындау етіп жіп қалдырдым. Енді біз келесі на жағын тоқитын боламыз. Так, ол үшін жіпті аламыз да, міне. Мынау бізде бағана белгілеген жеріміз ғой. Біз мында дейтін екей. Так, енді мында мына тұрған бірінші неге крючогымызды кіргіземіз, неге тор көзге. Осылай кіргіземіз да, жіпті іліп алып шығамыз да, былайынан байлап тастаймыз. Осылай байлаймыз да, мына артық жіпті тоқыған кезде бірге алып жүреміз. Дәл осы жерге қайтадан крючогымызды кіргіземіз да, жіпті іліп аламыз. 2 үрмелі шар шығарамыз, неге 1, 2. Енді жіпті крючокқа іліп аламыз да, келесі тұрған неден дәл осылайынан жіпті іліп алып, осылайынан шығарамыз, неге. Енді қалған нені дәл осылай тоқимыз, яғни бір бедерлі баған тоқимыз. Келесі 2 бағанды тоқимыз. Неге 2. Келесі тұрған бедерлі бағанды тоқимыз. Келесі тұрған жерден 2 бағанды тоқимыз. Тағы да мына жерден бедерлі баған тоқимыз да, дәл осылайынан мына соңына дейін жалғастырамыз да, сосын соңынан кері мына жерге алып келеміз. Яғни бұл жерде тағы да қалай қысқарту керектігін көрсетемін. Так, мінекей соңына келдім, яғни 2 бедерлі бағанды шығардым. Енді бізде мында 2 тор көз тұр ғой, сол жерде яғни біріктіреміз. Мінекей біреуін аламыз, аяқтамаймыз, келесі екіншісін аламыз, аяқтамаймыз. Енді осы үшеуін бірге өткіземіз. Бір үрмелі шар аламыз да, кері айналдырамыз. Крючокқа жіпті іліп аламыз да. Бұнда бірінші тұрған тор көзді алмаймыз, яғни келесі тұрған 2 тор көзді 2 баған жүргіземіз. 1, 2. Кейін бір бедерлі бағанды аламыз. Так, енді тағы да мінекей 2 бағанды аламыз. 2 тор көзден 2 баған шығарамыз. 1, 2. Келесі тұрған бедерлі бағаннан бір бедерлі баған шығарамыз. Дәл осылайынан тағы да мына соңына дейін тоқисыздар. Соңына дейін тоқып, былай айналдырып, осы жерге дейін алып келесіздер. Бұл жерде тағы да қысқарту жолын көрсететін боламын. Мінекей біз айналдырып тоқыдық. Мінекей алдыңғы жағына келдік, яғни алдыңғы жағында мінекей бір бағанды алдық. Енді біз келесі тұрған мына 2 тор көзден жіпті аламыз, аяқтамаймыз. Тағы да бір екінші тұрған тор көзінен жіпті іліп аламыз да, аяқтамаймыз. Осы үшеуінен жіпті өткізіп біріктіреміз да, бір үрмелі шар аламыз да, кері айналдырамыз. Кері айналдырған кезде мына бірінші тұрғаннан алмаймыз. Уже бірінші тұрған мына жерде бедерлі бағанды аламыз бірден. Бір бедерлі бағанды тоқимыз да, кейін келесі 2 бағанды аламыз, неге. Келесі тағы да бір бедерлі бағанды аламыз. Тағы да 2 баған аламыз. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Дәл осылайынан мінекей тағы да айналдырып мына жерден тоқисыздар, тағы да алып келесіздер, тағы да 2 жерінен қысқартасыздар. Дәл осылайынан мінекей
мына жерде біз қалай тоқыдық? Мына жерде міне 11 неге дейін тоқыдық қой, дәл солайынан 11 тор көзі шыққанша тоқисыздар. Мінекей, тоқып болдым. Көріп тұрсыздар, өте әдемі шықты. Так, жерін санайық. Мінекей, мына аяғында бізде 8 болу керек. Яғни міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жағын санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Көрдіңіздер ме? Енді біз жіпті ұзындау етіп аламыз да, ұзындау етеміз да. Так, артығын кесіп тастаймыз. Окей. Бағана біздің жерде бір үрмелі шар алдық қой, енді содан осылайынан шығарып, так, жіпті осылай бітеп тастаймыз. Яғни бізде мінекей алдыңғы бөлігі тоқылып болды. Енді келесі екінші сабақты бастаймыз. Яғни екінші сабақ бізде артқы бетін тоқимыз.